Тригонометрия. Бүгінгі қарастырасымыз тригонометрия бөліміндегі бірлік шеңбер. Радиусы бірге тең шеңбердің центрі координаталар басында болатын болса, ондай шеңберді бірлік шеңбер, немесе екінші атауы тригонометриялық шеңбер деп атайды. Мысалы, мінеки центрі координаталар басында жатыр, радиусы бірге тең шеңбер, міне осы шеңбер тригонометриялық шеңбер деп аталады. Осы шеңберде кез келген радиусты вектор деп алатын болсақ, оны бірлік вектордың радиусы, яғни бірлік радиус деп есептейміз. Бірлік радиус дейтін себебіміз, ол радиустың ұзындығы бірге тең болғандықтан оны бірлік радиус дейміз. Енді санақ басы бірлік шеңберді әрқашанда абсцисс әуесінің оң бағытындағы 1,0 нүктесінен басталады. Осы OX бірлік векторының оң бағыты, яғни сағат тіліне қарсы бағытта бұрылған бұрышын оң бағыттағы бұрыш деп атаймыз. Ондағы жасалатын бұрыш абсцисс әуесі мен сол бірлік векторының арасындағы бұрышты айтамыз. Егер бірлік вектор сағат тілімен бағыттас бұрылатын болса, ондай бұрышты теріс бағыттағы бұрыш дейміз. Оны теріс санымен, яғни минус таңбасымен белгілеп жазамыз. Енді бірлік шеңберіміз координаталық осьтер арқылы 4 бөлікке бөлінеді. Шеңберіміз бізге белгілі 360 градус, ендеше әр бөліктің санақ басынан есептегендегі градустық өлшемдерін алатын болсақ, 0 градустан бастап 90 градусқа дейін аралық, яғни бұл бірлік бөлігі шеңбердің 4/1, яғни бірінші ширек деп аталады. Келесі 90 градустан 180 градустың арасында екінші ширек, 180 градус пен 270 градустың арасы үшінші ширек, 270 пен 360-тың арасы төртінші ширек деп бөлінеді. Енді осы бірлік шеңберлердің бойындағы кез келген нүктені алуымызға болады, оның координатасын белгілі болады. Мысалы, бірлік шеңбер бойында B нүктесін алсақ, осы B нүктесінің координатасы, яғни абсциссасы x-қа тең, ординатасы y-қа тең. Ендеше мына нүктенің абсциссасы x, y санымен өрнектеледі.